Сәлеметсіз бе? Есімім Айым Панарбекқызы. 4 жылдық маркетинг саласында тәжірибесі бар маркетологпын. Дәл қазіргі уақытта Incruises компаниясының серіктесі болып жұмыс жасаудамын. Бүгін мен сіздерге Incruises компаниясы арқылы қалай тиімді түрде саяхат жасауға болады, сол бойынша слайд арқылы түсіндіретін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл компания америкалық компания, саяхатшылардың жабық клубы. 2015 жылы Калифорния қаласында Майкл Харчесінің басшылығымен құрылған болатын. Incruises компаниясына қосылу арқылы сіз не аласыз? Компания клуб мүшелеріне білім беріп көмектесіп отырады. Әр уақытта сізде, тіпті күнделікті уақытта білім беріледі, қалай бұл компаниямен саяхат жасау керек, қалай табыс табу керек, барлығы айтылып отырады. Әр адам бизнес жасап тұлғалық жағынан өсіп отырады. Сіз саяхаттап қана қоймай, міндетті түрде бизнес жасайсыз, табыс табу мүмкіндігіңіз бар. Круизбен бүкіл әлемге саяхат жасай аласыз. Бір дегенде, ең аз дегенде 3 мемлекеттің 6 қаласын көру мүмкіндігіңіз бар. Бір-біріне қолдау білдіретін дамушы ортада боласыз. Команда болады. Бұл команда арқылы сіз міндетті түрде өзіңіздің барлық сұрақтарыңызға жауап алып, не істеу керек, не қою керек, барлығымен біліп, білімдеріңізбен бөлісіп отырасыздар. Саяхаттаумен қоса қайырымдылықпен де айналысады. Өйткені барлық адам өзі табыс тапқан уақытта, табысы өсіп жатқан уақытта міндетті түрде қайырымдылықпен айналысады. Қайырымдылықпен айналысуды барлығы да жақсы көреді. Міне біздің де компания қайырымдылықпен айналысып отырады. Осы қайырымдылыққа сіз өз үлесіңізді қосу мүмкіндігіңіз бар. Маркетингтік шарттарды орындап табыс табу мүмкіндігіңіз бар. Кішкене ғана өзінің маркетингтік сізге қойылатын шарты бар. Осы шартты орындайтын болсаңыз, сіз табыс табап, табысқа шығатын боласыз. Круизбен саяхаттау. Круизбен саяхаттау арқылы сіз бір дегенде 3 мемлекеттің 6 қаласын көріп саяхаттай аласыз. Бұл ең аз дегенде 7 күнде көретініңіз. Ал егер сіздің круизіңіз 7 күннен көп болатын болса, онда көбірек мемлекет, көбірек қаланы көресіз. Өзіңізбен бірге круиздік саяхатқа 6 адамға дейін алып кету мүмкіндігіңіз бар. Өйткені бізде круиздік компанияда біздің бөлмелерде, жатын бөлмеде 6 адамға дейін сыяды. Ол сізде бала бола ма, ол сізде үлкен адам бола ма? Барлығын қосқанда 6 адам бір бөлмеге сыяды. Сол себепті бір адам максимум 6 адамды өзімен саяхатқа алып кете алады. Ешқандай да налог, пайыз артық шығын шықпайды. Өйткені турагентство емес, сіз круиздік компаниядан бірден өзіңіз брон жасап отырсыз. Өзіңіз қалаған бағытта кез келген уақытта таңдайсыз. Ол түн бола ма, күн бола ма, кеш бола ма, жұмыс уақыты бола ма, жұмыстан кейін бола ма, өзіңіз қалаған уақытта қолыңыз бос кезде бағыттарды таңдап брон жасауыңызға болады. Делдалсыз тікелей круиздік компаниядан брон жасайсыз. 18 жасқа дейінгі балаларға кейбір лайнерлерде тегін саяхаттау мүмкіндігі ұсынылған. Өйткені көп адамдар өзі отбасымен шыққысы келеді. Отбасында міндетті түрде балалары бар. Міне осы балалары тегін саяхаттау мүмкіндігіне ие болады. Басқа да қызмет түрлерін жеңілдікпен қолдануыңызға болады. Бізде круиздік компанияда круиздік саяхаттан бөлек қонақ үйлер бар. Қонақ үйлерді сіз 25%-ға дейінгі жеңілдікпен брон жасай аласыз. Қазіргі уақытта бізде 150 мыңға жуық қонақ үй бар. Осы 2023 жылы бұл қонақ үйлердің саны 350 мыңға жететін болады. Өте төмен бағада сапалы қызмет көрсетіледі. Сіз қалай круиздік лайнерге саяхатқа кіресіз, содан бастап сізді как миллионер, миллиардер ретінде қарсы алады. Қолыңыздағы жүктеріңізді алады, қызметкерлер өздері сіздің бөлмеңізге алып барып береді. Тіпті сіз деген ресторанға барып тамақтанатын уақытта сіздің жеке даяршыңыз болады. Сол жеке даяршы сіз круизде қанша күн демаласыз, қанша күн боласыз, сол күн бойы бір даяршы сізге қызмет ететін болады. Шеф-поварлардың қолынан үздік әрі дәмді тағамдардан дәм татасыз. Егер де сіздің күмәніңіз болып жатса, менің тамағымды қалай жасады, не істеп жатыр, оларды да көру мүмкіндігіңіз бар. Егер де сіз спортпен айналысуды жақсы көретін болсаңыз, спортпен шұғылданып жүрген болсаңыз, онда сізге арналған фитнес зал бар. Осы жаққа барып күнделікті өзіңіздің спортыңызбен шұғылдануыңызға болады. Тіпті жүгіретін болсаңыз, жүгіруге арналған жолаққа адам бар. Ойын-сауық, көңіл көтеру, аквапарк, бассейн, джакузилерге дейін бар. Бұл жердегі бассейн, джакузилердің сулары бізде теңіз суынан алынып құйылған. Сол себепті пайдалы болып келеді. Ешқандай да хлор, химикат қосылмаған. Театр, кинотеатр, кешкі уақытта концерттер
кептер, белый вечеринкалар бар. Белый вечеринкаға міндетті түрде барлық адам кешкі жақсыңы сауық кеші әппақ болып киініп баруы міндетті. Егер ақ болып киініп барсаңыз, сізді кіргізеді, олай киінбесеңіз кіргізбейді дегендей. Театр, кинотеатрға өздерінің уақыты бар, қойылымдарды қойылатын сол уақыт бойынша барып қарау мүмкіндігіңіз бар. Егер де сіз баламен баратын болсаңыз, балалардың ойнауына арналған ойын алаңдары бар. Бұл ойын алаңы енді кішкентай ғана ойын алаңы емес, үлкен сіздің балаңызға арналған ойын алаңы болып келеді. Ол жерде барлық мемлекеттің балалары бірігіп ойнайтын болады. Круиздік лайнерде сонымен қоса бізде саябақ бар. Бұл саябақта кіріп өзіңіз демалып, жүріп, әдемі көріністерді көруіңізге болады. Тіпті кофеңізді ішуіңізге болады қолыңызда. Круиздік лайнерде сауда жасайтын орындар бар, шопинг центрлер бар. Егер сіз шопинг жасауды жақсы көрсеңіз, бренд дүкендердің барлығы осы круиздік лайнерде қойылған бар. Біздің қаламыздағы бренд дүкендерге қарағанда бұяқтың айырмашылығы бағасы төмен. Не үшін? Өйткені лайнер бір орында тұрмайды, жүріп жүретін болғандықтан ешқандай да налог, пайыз қосылмаған. Сол себепті бұяқтың бағалары ең төмен арзан бағада болып келеді. Әсемдік салон, массаж, спа салондар бар. Өзіңіздің сұлулығыңызға көңіл бөлетін болсаңыз, осы центрлерге баруыңызға болады. Спа салонның бір ерекшелігі, бұл жерде кәдімгі қыстың күні жүрген сияқты боласыз. Бір бөлме, жан-жағыңызда қар, тіпті жарға дейін қар қатып тұрады. Сондай спа салондар бар. Немесе жаңбыр жауған уақытта білеміз, күн күркірейді, найзағай ойнайды. Міне дәл сондай спа салонға дейін бар бұл жақта. Казино, егер де сіз казино ойнауды жақсы көрсеңіз, осы казиноға барып ойнауыңызға болады. Немесе сіз жоқ казино ойнамайсыз, бірақ сіз шылым шегетін болсаңыз, шылымды тек қана осы казинода ғана шегу мүмкіндігіңіз бар. Басқа жерлерде сіз шегетін болсаңыз, онда сізге штраф салынады. Ол сіз далада шегіп жатсыз ба, басқа жер шегіп жатсыз ба қарамайды, тек қана казинода шылым шегуге рұқсат бар. Спорттық ойындарға арналған арнайы алаңдар бар. Ол сіз серфингте ойнайтын болсаңыз, серфинг тебетін жер бар, баскетбол, волейбол, гольфпен ойнайтын болсаңыз, оларға арналған басқа бөлек жер бар дегенде, яғни спорттық шаралардың барлығы қамтамасыз етілген. Круиздік саяхаттың тиімділігін айтып өтетін болсақ, сіз демаласыз, ал лайнер сізді бірнеше ел мен қалаларға алып баратын болады. Жүктеріңізге ешқандай алаңдамайсыз. Егер круиздік лайнермен без өзіміз қалаларды, мемлекеттер аралайтын болсақ, онда бір қаладан екінші қалаға жүру керек, ұшу керек, жүгімізді жеткізу керек дегендей көп шаруасы кетеді. Ал бұл лайнердің ішінде сіз бір рет кіресіз, қай қаладан кіресіз? Мысалға, Стамбулдан круиздік лайнерге отырдыңыз ба, сол жақтан отырасыз, сізге 3 мемлекет, 5-6 қаласын аралатады, жүреді. Лайнерде сіздің жүгіңізді тұрады, жүретін транспортыңызда, ұшатын ұшағыңызда, тұратын үйіңізде, қонақ үйіңізде барлығы да осы лайнердің ішінде болады. Ешқандай да жүгіңізге алаңдамайсыз. Зерігіп, ішіңіз пысып кетпейді. Лайнердің әр қабаты әр түрлі болып келеді. Саяхаттың қызықты әрі керемет болуына кепілдік береміз. Не үшін әр қабаты әр түрлі деп тұрмын? Ол деген ойын алаңынан бөлек, бұл жерде тіпті музыканың өзі әр түрлі. Қалай? Музыка сізде бірінші қабатта 90 жылдың музыкасы айтылып жатса, екінші қабатқа барсаңыз сізде рок музыка айтылады. Үшінші қабатқа барсаңыз қазіргі заманғы музыкалар айтылады. Яғни әр 21 қабат па, 21 қабаты әр түрлі. Сіз әр күніңізді әр қабатта әдемі қылдырып өткізу мүмкіндігіңіз бар. Балаларға арналған балабақша, күтушілер, аниматорлары бар. Барлығы қарастырылған. Сіз отбасыңызбен баратын болсаңыз, сіздің балаңыздың қамтамасыздығы үшін барлығы келеді. Сіз лайнерге отыратын уақытта балаңызды суретке түсіріп алады және қолына браслет тағады. Осы браслеттің ішінде, ол жай ғана браслет емес, сол браслетте сіздің балаңыздың жайлы ақпарат, қай аты жөні кім, қай бөлмеде тұрады, ата-анасы кім, барлығы жазылған, айтылған. Міне осы браслет арқылы сіздің балаңыз қай жерде жүр, не істеп жатыр, соның барлығын біліп отыра аласыз. Неге круиздік лайнермен саяхаттау керек? Біріншіден, 24-7 сағат тағам, бағасыз меню, жеке даяршыңыз болады. Бассейн, аквапарк, театр, кинотеатр, тағы да басқалары
тегін түрде осының барлығы ішіне қосылған. Яғни сіз бір бөлмені бұрын жасайсыз круиздік лайнерде, ал қалғандарының барлығы соның ішіне қосылған. Круиздік лайнердің бөлмесіне байланысты қосылған заттары ішіне тегін заттар көбейіп отырады. Тур компанияға қарағанда бағалары өте тиімді әрі қолжетімді болып келеді. Ешқандай пайыздар, тур компанияның налогтары барлығы қосылмайтын болғандықтан, ештеңе қосылмайтындықтан, сіз тек қана круиздік саяхаттың ақшасын ғана төлейсіз. Сол себепті бұл жақта баға арзан болып келеді. Отбасымен бірге саяхаттауға болатын кереметтей мүмкіндік. Жаңа айтып өткендей, балаңыз үшін, сіз үшін, ата-ана үшін барлық жағдай қарастырылған. Енді біз лайнерде жатын орындарына, яғни каюталарға келетін болсақ, бірінші каюта ол лайнердегі ішкі бөлме болып келеді. Бұл ішкі бөлменің басқалардан айырмашылығы, сізде 4 қабырға, ішінде сіздің суға түсетін, жататын орындарының барлығы бар, тек ешқандай да терезесі жоқ. Міне, ең арзан бізде бөлме осы ішкі бөлме болып келеді. Сіз осы бөлмеде жатасыз. Екіншісі, бөлмеміз бұл теңізге әдемі көрінісіне қараған терезеңіз болады. Үшінші, балконмен бөлме. Балконға шығып, таза ауамен демалып, жатқыңыз келгенде жатып, бөлмеңізге барып, барлығын жасай аласыз. Төртінші бөлме сют деп аталады, яғни президенттік VIP бөлме деп айтуымызға болады. Бұл жақта сізде жеке қызметкеріңіз болады бөлмеңізде, жеке джакузиіңіз болады. Джакузи бұл сізде общий джакузи болады, ол жоғарыда ашықта орналасқан ең жоғары қабатында. Және де бөлмеңізде бөлек джакузиіңіз болады. Бөлмелерді айтып болсақ, енді мен сіздерге саяхаттаудың құнын айтқым келіп отыр. Қаншалықты сіз саяхаттап үнемдей аласыз? Мына жерде көрсетіліп отырғандай, бұл жерде сіздер 2 адамға 7 түн 8 күнге арналған саяхаттың бағасын көріп отырсыздар. Бұл саяхат сіздерге мысал ретінде көрсетіліп отыр. Бұл баға бұдан арзан да болуы мүмкін, баға бұдан қымбат та болуы мүмкін. Яғни мен сіздерге ортадағы бағасын, қолайлы болады деген бағаны мысал ретінде көрсетіп отырмын. Бір бағытқа арналған Евротур, бұл 2 адамға внутренний каюта, яғни ішкі каюта, ешқандай терезесі жоқ бөлме, 2 адамға $587. Теңгеге шыққанда 274 мың теңге. Енді бұл 2 адамға болғандықтан, 1 адамға шаққандағы бағасы 137 мың теңгені құрайды. Не үшін мен бірден 2 адамға көрсетіп тұр бұл жерде? Өйткені сіз каютаны бұрын жасайтын уақытта бірден 2 адамға бұрын жасалады. Сіз жалғыз өзіңіз барсаңыз да 2 адамның бағасын көрсетіп тұр осылай. Сіз саяхаттайтын елдер. Енді жаңа мен сіздерге мына жерде примерно бағасын көрсеттім ғой. Дәл осы бағада сіз қай елдерді қарай аласыз? Лиссабон, Португалия қаласы, Гафр, Франция қаласы, Зебрюги, Бельгия қаласы, Копенгаген, Дания қаласы, Киль, Германия қаласы. Сына сіз саяхат жасай аласыз. Біздің круиздік лайнер бұдан басқа әлемнің 22 мемлекетінің 21 бағыты бойынша саяхаттайды. Дәл қазіргі уақытта 21 мың бағыт, бірақ осы 2023 жылы 25 мың бағытқа дейін көбейетін болады. Енді бұл мемлекеттер қандай? Ол Африка, Аляска, Антарктида, Америка, Қытай, Қызыл теңіз, Европа, Балтик аралдары, Қара теңіз, Жаңа Зеландия. Яғни өзіңіздің қолайлылығыңыз бойынша сіз қай елге барғыңыз келеді, сол елді өзіңіз таңдай аласыз. Бұл жерде ешқандай да шектеу жоқ, қарай бересіз. Қаражатыңызды қалай үнемдеп саяхаттай аласыз? Енді сізге барлық саяхат жайлы ақпарат бердім ғой. Енді сіз қалай саяхаттайсыз? Қалай қаражат жинайсыз? Өз саяхатыңыз үшін ай сайын $100 жинақтайсыз. Әр салған сіздің қаражатыңыз 2 еселеніп 200 круиздік бонустық балл болып отырады. Дәл осындай сары карта ашылады, саяхатқа байланысты. Сол сары картаңызға түсіп отырады. Сары картаны сіз қалай қолданасыз, қалай саяхаттайсыз? Мысалға, сіз 4 ай бойы $100 салдыңыз, ол компания есебінен 2 еселеніп 800 бонустық балл болды. Жинақталған бонустық ұпайларға сіз өзіңіздің круизіңізді жеңілдікпен бұрын жасай аласыз. Қалай бұрын жасайсыз? Мысал ретінде, сіздің таңдап отырған каютаңыз $1600 деп есептелік.
осы $1600 жарты ақшасы $800 сіз жаңағы жинаған бонустық балдан алатын болсаңыз, қалған $800 өзіңіз қалтаңыздан қосасыз. Бірақ сіз бұл қосқан $800 ешқайда кетпейді, сізге хэшбэк болып қайтып оралады, ол сізге көк картаға барады. Көк картада сіз бұл жерде өзіңіз қонақ үйлерді, курорттарды немесе келесі саяхатыңызды жоспарлай аласыз. Көк картаның тиімділігі сонда. Жинақталған қаражатыңыз қорғалады. Tourist My Travel деген компания бар, америкалық банк бар. Міне осы компанияда сіздің жинақтайтын қаражаттарыңыз қорғалатын болады. Егер алдағы уақытта жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Егер алдағы уақытта бізде круиздік компаниямыз жұмыс жасамайтындай уақыт болып жатырса, онда сіздің жинақтаған ақшаңыз осы компания есебінен сіздің картаңызға қайтып берілетін болады. Бірақ мен сенімдімін, 100%-ға дейін сізге кепілдік берем, ондай жағдай еш уақытта орын алмайды. Компания серіктесі болып табыс табу мүмкіндігіңізге дейін бар. Сіз қалай табыс табасыз? Табыс табу барлығымызға ұнайды. Компания серіктесі болып команда жасақтау арқылы тегін түрде саяхаттап $5000, яғни 2 миллион теңгеден аса табыс табу мүмкіндігіңіз бар. Бұл жерде барлығымыз білеміз, қандай компания болсын, бизнес болсын, тіпті бізде банкті алатын болсақ та хэшбэктік системамен жұмыс жасайды. Хэшбэктік система бізде де бар, біздің компанияда да бар. Қандай? Бізде табыс табудың 10-ға жуық түрі бар. Соның мен сізге бірнешеуін айтып көрсететін боламын, ал қалғанын сізге бұл видеоны кім жіберді, соған жазып біліп алуыңызға болады толыққанды. Бірінші бонус ол мгновение бонус деп аталады. Яғни сіздің командаңызға қосылған әр мүшесіне сіз $20 дейін табыс табу мүмкіндігіңіз бар. $20 алып отырасыз. Және сіздің командаңызда 5 адам болатын болса, онда сіз ай сайынғы $100 салмайсыз, безоплатник болып өтесіз. Ай сайынғы $100, ол 2 есе 200 круиздік бонусты компания сіз үшін салып отырады. Ал сіз ештеңе салмайсыз ай сайынғы. Одан кейін лидерлік бонус деген бар. Мына жерде көріп отырсаңыздар, мен сіздерге кесте көрсетіп қойдым. Осы кесте бойынша қазір мен сіздерге түсіндіріп өтем. Лидерлік бонус ол сіздің командаңыздың өскені сайын алынып отыратын айлық табысыңыз болып келеді. Бірінші ол маркетинг директор, ең бірінші дәреже. Осы маркетинг директорде бізде командаңызда 30 адам болуы керек. Бұл 30 адамда сіз лидерлік бонус $300 табатын боласыз. Одан бөлек, егер де сіздің командаңыз ай сайынғы $100 салып отыратын болса, өзінің саяхатына салып отыратын болса, онда плюс үстіне тағы да $300 аласыз. Сонда бір айда итоғы $600 табыс табасыз. Бұл жерде региональный бонус, ол сіздің командаңыз $100 салып отырса, әр мүше үшін $5 алып отырасыз. Сонда барлығын общий қосқанда ол $300 құрайды. Бұл ақша, бұл бонус әртүрлі болуы мүмкін. Ол сіздің командаңыздың ақшаны, яғни саяхатына ақша салып жинақтағанына байланысты. Кейбіреулері ол айда салмай қалатын болса, онда ол адамның ақшасы сізге түспейді. Қай уақытта салады, сол уақытта түсіп отырады. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Екінші дәреже ол сеньор маркетинг дәрежесі. Командаңызда 100 адам, лидерлік бонусыңыз $1000 болады, ал итог сіз $2000 табыс табасыз. Региональный директор. Командаңызда 250 адам. Сізде лидерлік бонусыңыз $2500, онда бұл жерде итог сіз $5000 табыс табасыз. Қалған жерлерді мен тек лидерлік бонусты айтып өтейін. Национальный директор 500 адам, лидерлік бонусыңыз $5000 табыс. Интернациональный директор, командаңызда 1000 адам, лидерлік бонусыңыз $10,000 табыс. Интернациональный директор, сіздің командаңызда 2500 адам, $25000 табыс. Борт директор, командаңызда 5500 адам, табысыңыз бұл жерде уже лидерлік бонустарыңыз екі түрлі болып келеді. Біріншісі ол $55,000, екіншісі $27500 болып келеді. Итог сіздер бұл жерде $137,500 табыс табатын боласыз. Амбассадор, дәл қазіргі уақытта бізде амбассадор ең үлкен дәреже болып тұр. Бұл жерде сіздің командаңызда 10,000 адам болуы керек.
10 мың адам команда болған уақытта сіз амбассадор бола аласыз, және де өзіңіздің қомақты қаражатыңызды $260 мың табысыңызды таба алатын боласыз. Бізде дәл қазіргі уақытта әлем бойынша 202 мемлекетте жұмыс жасаудамыз, Incruises компаниясы, және де 2 миллионға жуық адам саяхат жасауда. Біз дәл қазір бізде 21 борт директор және де 2 амбассадорымыз бар. Осы 2 амбассадордың бірі бізде қазақстандық болып келеді. Табыс табу схемасы әрмен қарай. Қараңыз, сіз деген тез арада табысқа шыққыңыз келсе, жедел түрде табыс табуды қалайтын болсаңыз, онда біздің компания онда қарастырып қойған быстрый старт деген бар, бонус. Бұл да сіз егерде компанияға серіктес болып тіркелген күннен бастап 90 күн ішінде маркетинг директор дәрежесін, яғни командаңызда 30 адам болса, онда сіз лидерлік бонус $300 табыс табасыз. Онымен қоса сіздің тез әрі жылдам жұмыс жасағаныңыз үшін компания сізге бонус ретінде $1000 береді. Сонда сіз бір айда $1300 табыс табасыз. Дәл осылай сіз 3 ай бойы алып отырасыз. 3 айдағы табысыңыз $3900 табыс болады. Енді бұл ақшаны сіз қалай аласыз? Менің қолыма қалай тиеді деген сұрақ бар шығар. Біздің Incruises компаниясының өзінің виза банк картасы бар. Осы банк карта сізге Америкадан келеді тапсырыспен. Сол арқылы кез келген банктен барып шешіп алу мүмкіндігіңіз бар. Барлық банк біздің картамызды қабылдай береді. Саяхатшы болып қалай тіркелесіз? Саяхат жасағыңыз келсе, өзіңіздің отбасыңыз үшін саяхатты қалайтын болсаңыз, біздің компанияға қосылу қажетсіз саяхатшы болып. Бұл да саяхатшы болып қосылудың негізгі құны $200. Бұл $200 сізде өзіңіздің сайтыңызда ашылған 2 карточка болады, сары және көк карта. Осы екеуіне бөлініп кетеді. Көк картаға $100 кетеді. Сіз ояқтан қонақ үйлер, курорттар бұрын жасай алсаңыз, қалған $100 сары картаңызға кетіп, 2 еселеніп 200 круиздік бонустық балл болады. Сіз бұдан өзіңіздің саяхатыңызды бұрын жасай аласыз. Және де ай сайын өзіңіздің саяхатыңыз үшін $100 салып отырасыз. Бұдан бөлек саяхатшы емес, мен саяхаттау арқылы табыс тапқым келеді десеңіз, онда серіктес болып қосыла аласыз. Серіктес болудың негізгі құны $295. Бұл жердегі дәл жаңағындай $200 2 картаңызға бөлініп кетеді, ал қалған $95 сізге серіктестік болып атанғаныңыз үшін. Сіз серіктес болып атанғаныңыз үшін сізге жеке реферальный сілтеме беріледі. Сол сілтеме арқылы өзіңіздің командаңызды көбейтіп толықтырыла аласыз. Сіз саяхаттау үшін әр ай сайын серіктес болсаңыз да $100 салып отырасыз. Бірақ егерде сіздің командаңызда 5 адам болатын болса, онда сіз ай сайынғы $100 салмайсыз, компания сіз үшін салады, сіз тек сол компания салған қаражатқа демалып келетін боласыз. Серіктестіктен алатын пайдаңыз қандай? Компания сізге жеке сайт ашады, тегін онлайн оқытулар болады. Сайттың ішінде де бар, команда мүшелерінің арасында да бар, лидерлер өздері сабақ өткізіп отыр. Маркетингтік материалдар береді, видео сабақтар, слайд түрінде, көшбасшылық сабақтар болып отырады, техподдержкіден сабақтар болады. Осы біздің сайтта қандай өзгерістер бар, соның барлығын көрсетіп отыратын. Одан кейін круиздік компаниялардың өздерінің сабақтары өтіп отырады. Қандай круизде жаңа өзгерістер болды, соларды білесіз. Сізге арнайы визитка жасайды. Мобильді қосымша App Store'дан немесе Play Market'тен мобильді қосымшаны жүктеп алып, соны қолдану мүмкіндігіңіз болады. Ай сайын $5000, яғни 2 миллион табыс табу мүмкіндігіңіз бар. Біздің компания, Incruises компаниясы, бұл заңды түрде жасалынып жатыр. Өзінің заңды құжаттарына дейін бар, көрсеңіздер болады. Барлығы бізде, бұл құжаттардың барлығы сіздің тіпті жеке өзіңіздің сайтыңызда да болады. Жеке сілтемеңізде круиздік компания. Круиздік компаниялар, бізде бірнеше круиздік компаниялар бар, яғни әр қайсының өзінің жеке лайнерлері бар. Мысалы ретінде түсіндіріп өтсем, біз Яндекс арқылы барлығымыз таксиге тапсырыс береміз. Осы Яндекс такси
бір ғана компания, бірақ іште таксилер бірнешеу, иә, көп, мыңдаған, жүздеген такси бар. Міне, дәл сол секілді круиздік компаниялар бар. Мысалы, алатын болсақ, MSC немесе Costa деп, иә. Costa ол бір компания, оның өзінің 20 шақты лайнері бар. Дәл қазіргі уақытта бізде осы круиздік лайнерлер бар, бірақ алдағы осы 2023 жылы Disney және де AIDA екі ең үлкен компания қосылатын болады. Disney компаниясын бәріміз білеміз шығар, мультигін барлығымыз қарадық. Міне осында сіз саяхаттай аласыз. Ішінде барлығы сол мультиктегідей болады. Круизбен саяхаттаушылардан арнайы фото отчеттарды сіздерге көрсетіп өтейін. Бұл жерде деген круиздік лайнерде түскен суреттер бар, үлкен апаларымыздың, тіпті Рим қаласында бар, Мекке қаласына барғандар бар. Яғни сіз өзіңіз таңдап бағытты барлық жерде суретке түсіп, өзіңіздің суреттеріңізді жіберсеңіз, осылай біздің слайдтарымызға тұрып отырасыз. Круиздік саяхат арқылы өзіңіз тиімді бағада саяхаттап, бизнес жасап, алға қойған мақсаттарыңызға қол жеткізу мүмкіндігіңіз бар. Осымен менің слайдым аяқталды. Сізге жақсы түсіндірдім деген ойдамын. Әрмен қарайлық ақпараттарды сіз WhatsApp-тан өзіңізге, бұл видеоны кім жіберді, соған жазу арқылы ақпарат ала аласыз. Саяхаттап, өзіңіздің көңіліңізді көтеріңіз.